Ассалаумағалейкум достар. Балалар, Сонымен достар, бізде бүгін қазір не болады? мен айтайын ба? Давай. Сұрақ жауап болады бүгін. Сұрақ жауап. Ура! Мына жерге жазып жатқансың. Сұрақ жауап. Мектепте жауап деймін, бірге шамайын. Неге моих тремериалчимен? Жоқ, жай айтқаным ғой. Жай, короче, моих тремериалчи. Q деп тұрады. Моих тремериалчи деймін да, ана жерге Сұрақ әнді жауап деген. Q&A. Q дегенде қазақшасы SQ болады. Ж болады. Все болды, короче, СЖ болады. Содан соң достар, қазір бірінші сұрақ. Грудактың астын қалай шығаруға болады? Біз оны қазір көрсете алмаймыз. Келесі видеоларда көрсетеміз. Я сосын тағы да бір айтатын, негізі еркектердің бар ғой. Грудактардың асты шығады да, сондықтан да үстіне качка беру керек деп айтады. Кім бар ғой? Иә. Типа астына қарай асты шығады ғой, астына тренировка істесең, анда салбырап қалады. Да? Иә. Короче, солай болады. Сол үшін лучше үстіне істеген дұрыс болады. Иә, сондықтан да көп качоктар солай айтады. Кімге? Мокшинға солай айтты ғой. Иә, Алексей Мокшинға солай айтты. Сосын достар, келесі сұрақ. Сонымен достар, екінші сұрақ. Темірлан алдында қалай не дейді? Аяқпен тұру дей ма? Сондай. Ол видеода көрсеткен болатын, сосын бізден сұрады. Қалай жасау керек? Біз түсіреміз деп ойлағанбыз, бірақ та Темірлан қазір Қолы бос емес, алдында біз онымен сөйлестік, содан соң мектепке барып түсірейін дегенбіз, бірақ Темірланның қолы бос болмады да, и кір жуып жатыр, короче. Сонымен түсіре алмадық оны. Ашпай ма, не істейді? Келесі сосын не Темірлан бізде уақыт болғанда Темірланда болмайды, Темірланда уақыт болғанда бізде болмайды. Короче, достар, егер бір күні қолымыз босса түсіреміз. Сөз береміз. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Мен келесі сұрақ бізде. Опа. Короче, не? Масса қалай жинауға болады деген сұрақ. Ол масса қалай жинауға болатын біз видео түсіргенбіз. Біз ол туралы видео түсірген болатынбыз. Сосын біздің өзімізге де масса жинау керек. Біз ол масса жинаудан біз мастермыз. Бірақ жинай алмай жүр. Өйткені бізде университет бар, басқа да жұмыстарымыз бар, үйдегі жұмыстарымыз бар деп өтірік ақталып жатсаң, короче. Оны біз кәдімгі толық не алған жоқпыз, жауапкершілікті. Біз қазір жай жүрміз ғой, сабақ оқу керек, анау-мынау деп. Жақында егер Құдай қаласа тренажерный залға барамыз, сол кезде негізінен жақсы масса набирать етіп, уақытылы тамақ ішу керек. Ойлап жүрмін, өзімен бірге тамақ алып жүріп. Сосын достар, біз тренажеркаға жай емес, тамақпен бірге істеу керек, сонда нәтиже болады. Сіздерге видео түсіретін боламыз, олай болса келесі сұраққа. Достар, сонымен келесі сұрақ. 2 ай жаттығу жасаған ба? Иә, 2 ай пресс істедім, бірақ прессім шықпайды дейді. Сол сұраққа жауап беріп жіберейік. Менің ойымша, мен комментарий жазып жүрген болатын оған ответ. Яғни ол тек қана пресске ғана жаттығу жасап жүреді, содан кейін бүкіл базалық, яғни турник солар қосылады деп ойлаған. Сөйтсем ол істепті оны. Ол 2 баклажкамен дей ма, бірнеше 3 литрлік баклажкамен дейші, Игорь Войтенко ғой. Короче, солай жасағам деді, бірақ одан қатты сен прессің шығып кетеді деп айта алмаймыз. Сенде мысалы, егер ішінде, май болса, онда прессің сразу шығып кетеді деп айта алмаймыз 2 айда. Бірінші ол үшін сен тамағында дұрыс істеу керексің, дұрыс тамақ ішу керексің, содан соң тағы не істеу керексің. Жаттығуында дұрыс істеу керексің. Себебі бөлісіп кетсең не істеген прессті? Мен генетикам басқа, оның генетикасы басқа ғой. Жоқ енді. Короче, достар, мен бұлай жасадым. Анау 3 апталық менде программа болды өзімде. ВК-дан алғам. Сол программамен жасадым. Соның арқасында менде 4 пресс көріне бастады. Ал астыңғы пресс 1 жылдан соң ба солай көріне бастады менде. Сосын достар, сіз Рамазан айтып өткенде жаттығу дұрыс жасамаған шығарсыз. Біз көрген жоқпыз оның қалай жаттығу жасаған. Пресс жасаған кезде мүмкін ол жай жасай салған шығар, 1, 2, 3, 4 рет. Может қиналып жасады. Білмейміз оны. Егер біз көріп тұрса, онда айтатын еді. Келесі сұраққа барайық. Бочка. Элемент үйретін еді, бочка дейді. Бочка элементі. Короче, достар, бір сөзбен айтқандай видео шығады. Видео шығады. Біз видео түсіріп қойдық. Келесі видео сол болады. Бочка болады. Монтаж жасау керек болады. Трицепсті қалай шығаруға болады дейді. Біз трицепсқа арнап бір ғана видео түсіріппіз. Оның өзінде толық түсірмеген болатынбыз. Негізінен біз трицепсқа, шынымен жақында ондай болса біз өте пайдалы бір видео түсіретін боламыз трицепсқа. Айтпақшы мектепке арналған жаттығу деген бар ғой, сода трицепс
Хрущев. Ал Хрущев. Короче, достар жақында жынды видео шығады. Күтіңіздер. Мынандай видео шығады. Сұрақ, Сико крутой едіңіз. Сико брат дейміз да? Иә. Бізге айтып жүрген болатын, музыка дұрыс емес қойыңдар деп, иә, ол біз өзіміз де білеміз. Без обид, егер біз сен бір не қалай не тиіп кетсек. Жоқ, тиген дегенде біз дұрыс музыка қоймайық та. Иә, дұрыс музыка қоймадық. Бір сөз бар ғой, өлең дұрыс қоймады деп. Біз бұл өлеңде әдейі сондай музыкаларда қойған болатынбыз. Хайп деген сияқты ма? Оны ешкім тыңдамасын. Жоқ, жай. Видеоға музыка келіп тұрды ғой, иә? Содан кейін қойдық. Енді келесі жолы ондай музыка қоймаймыз деп ойлаймын. Енді ондай видео мүлдем қоймаймыз. Ой, музыка. Және дұрыс музыка қоюға тырысамыз. Сико крутой, біз сені әрқашан қолдаймыз, және сен бізді әрқашан қолдайсың. Бірдеме ренжітсек, Дима, кешірім сұраймыз. Кешірім сұраймыз. Біз каналдағы моих дремерия. Сосын біз бұл кінәмізді мойнаймыз. Келесі сұрақ. Неге видео шықпай кетті дейді. Біз видео шықпай кеткен себебі уақытымыз аз, СРО, сондай нелер. Сабақ, негізгі сабақтың. Бірақ біз айттық қой, 3 күнде бір видео шығарып отырамыз. Енді бізде 3 күнде бір видео шығарып отырамыз. Соқтан да сол видеоларды күтіңіздер. Сосын өздеріңіз идеяларыңызды тастап отырыңыздар. Қандай видео түсіру керек? Егер элемент жүрегіңіз десе элементті бәрін айтып отырсаңыздар, біз бәрін салып отырамыз. Смело. Сонымен достар, келесі сұрақ. Соғым еті дейді. Салмақ қосуға көмектесе ме дейді. Салмақ қосуға. Бұл сұрақтың жауабы менің ойымша адамдар мал бағады ғой, қазақтар. Сол кезде ол әдейі семірген кезде сойған. Соқтан ол соғым еті деген. Содан кейін олар семірген кезде өзінің шөптен алған бүкіл микроэлементтерді өзінің бойына жинайды. Содан кейін оны сойып жеген. Сол кезде ол бүкіл нәруыздар, яғни ағуздар сол адамға тариды. Содан кейін біздің қазақтар, ата-бабамыз мықты болған. Қазіргі кезде соғымды көп адамдар жей бермейді, соғымды. Себебі бұл демократия болғаннан кейін, дамығаннан кейін сол. Рамазан айтып. Сонымен достар, бір сөзбен айтқанда бұрында ата-бабаларымыз зәре болған. Не себептен деп ойлайсыздар? Себебі соғым жеген, май көп жеген. Но бірақ майдың пайдасы неден энергия көп сақтайды сенде. Энергия көп болады и мысалы калорияң кетеді ғой. Ол эктоморфтарға май өте пайдалы деп ойлаймын. Себебі ол энергия көзі болады эктоморфтар үшін. И сосын соның әсерінен ірі болған. Соғымның етінде микроэлементтер көп. Сол микроэлементтердің әсерінен бәрін соғымнан алып отыратын болған. Сол. Мен соғымның етін жек көрмеппін. Білмеймін, мен жедім, прям сағымай тәтті еді сол ғой. Өйткені бүкілі сол жинайды ғой. Егер соғымның еті ұнаса, лайк басып кетіп ұмытпа. Короче, достар, келесі сұрақ да? Келесі сұрақ, Дыхание қалай шығаруға, көбейтуге болады? Шығаруға емес, көбейтуге болады деген сұрақ. Ол сұраққа біз қалай жауап бере салмаймыз, оған біз видео түсіруіміз керек деп ойлаймын. Сосын мен дыханиям, Рамазан дыханиясы қатты дамып кетті. Біз көп жүгірмейміз. Но бірақ сонда да бүкіл ақпаратты интернеттен қарап, бүкіл жерден қарап, сендерге жеткізуге тырысатын боламыз. Все, достар, біз келдік. Қазір түсеміз. Терезеден ештеме көрмейді. Достар, осы видеомыз аяқталды. Сұрақтарыңызға 90%-тен көп жауап бердік деген ойдамыз. Егер де сіздерге біздің видеомыз ұнаса немесе каналға бірінші рет келіп отырсаңыз, онда каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий және қоңырау санын басуды ұмытпаңыз. Достар, каналға тіркелу ең бастысы. Содан соң достар, біз жаңа өзімізге мақсат қойған болатынбыз. Осы жылдың соңына дейін 10 000 подписчик. Бізде қазір 10-ша еді, уже 11-ші ай ғой. Бір ай қалды, бір айдың ішінде. Бір айдың ішінде болмаса 5 000-ға дейін жете алсақ, соның өзі бізге үлкен нәтиже болатын еді. Достарыңызға айтыңыздар, WhatsApp-тан жіберіңіздер деп сіздерге айтсақ, ренжімеңіздер енді. Айттық. Короче, достар, барынша көмектесеңіздер бізге жақсы болатын еді. Сендерге өте қызықты видеолар түсіреміз. Бұдан да қызықты видеолар түсіреміз. Сұрақтарыңыз болса, тағда жазып кетіңіздер. Міндетті бір күні жауап беретін боламыз. Соқтан да сұрақ жауапты да шығаратын боламыз. Сосын айтайық, достар, Рамазан инстаграмға тіркеліңіздер. Дәуітке тіркелмеңдер дейсің. Дәуіттің инстаграмнан да тіркеліп көтіңіздер. Менікі, мынау менікі, мынау Дәуіттікі. Все, болды. Сондықтан да ары қарай жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар.